Bugün biz arnayı kəsibi meyramızı atып өтіп жатырмыз. Жалпы су саласындағы қызметтің бағасы өте үлкен. Сусыз ол жан-жануар да, адам да, фабрикада, заводта, ауыл шаруашылығы саласы да, тірі қыбырлаған жанның бәрінде су керек. Сусыз ол бизнес те болмайды, мынау да болмайды, свет те болмайды, газ да болмайды, ешнәрсе болмайды сусыз. Судың сол үшін біздің қызметіміздің мынау қадір құрметі де өте жоғары. Өздеріңізге белгілі, президентіміз арнайы осы мәселеге терең көңіл бөліп, суды бар судың өзін ұтымды тиімді пайдалану жөнінде арнайы тапсырмамен су кодексінің заңы қабылданды. Осы заңға сәйкес әзіргі таңда су саласында жасанды интеллект технологиясын ендіру мәселесі қойылып, жұмыстар жүргізіліп жатыр. Кеше облыстың әкімі Түркістан облысында баяндамасында айтылып кетті. Осы 2 жылдың ішінде дейді, Түркістан облысы бойынша почти 1 миллиардқа текше метр су үнемделіпті. Жаңбырлар суарылып, тамшылар суарылып. Ал біздің салада бізде көп жетістікке жеткенбіз. Егер осыдан 28 жыл алдын Шымкент қаласында 450 мың халық тұрып, тәулігіне 500 мың текше метр су беріп жеткізе алмағанбыз. Не деген сұмдық? 500 мың, 450 мың халыққа. Сонда адам басына 450-500 литрлік ешен тәулігіне пайдаланған. Әзір таңда ең көп берсек 240-250 мың текше беріп жатырмыз. Халықтың саны 1 миллионнан асып кетті. Өйткені есеп бар жерде тәртіп бар. Біз бұрын есепті жоқ, өлшеуіш құралдары жоқ, қалай болса солай судың бәрі ағып жатыр. Әзір таңда ол ешқандай не жоқ, ешкімнің үйінде өтешті жоқ. Мен таңғаламын, Нұреке. Баяғы кеңес үкіметі кезінде коммуналдық шаруашылық саласындағы министрлік болады. Қалада, біздің қалада городское жилищное управление дейді. Сол городское жилищное управление сантехниктері 500-ге жуықтығын, бірақ анау унитаздағы өтешкен тоқтатамағанбыз. Тоқтатамаймыз жоқ, ол аға берін. Өйткені анау барып жөндейді сантехник, ертесіне анау өзі бұзады, су болса, қалай суы болса ағып жатады. Қалай өлшеуіш құралдарын қойып едік, орын управление жоқ, баяғы 500 сантехник те жоқ. Өзінен өзі бәрі тәртіпке келіп қалды. Өйткені есеп жүріліп жатыр. Осы жөнінде президенттің өзі айтты ғой, бұл әлі тарифтік саясатқа келіп ораламыз. Көп ішкен көп су көп төлеу керек, аз ішкен аз төлейді деген. Сол үшін кеше міне су кеңесін Горный совет өткізді, премьер-министр. Келешекте мынау суды дұрыс пайдалану мәдениетін қалыптастыруымыз керек. Міне, мен Асанов айттым, біздің суды алады, жаңағы 1 теңгеге, оны сатып атыр, 15 000 теңгеге сатып атыр. Не болмасы мәшінен жуатындар, бір мәшіне жуанға 5 000 теңге алады. Бізге төлейтін біз тозалиппен қарап шықтық, 5 теңге төлейді бізге. Бір мәшіне жуған су 5 теңге, бірақ оны жуған мәшінеге 5 000 теңге алады. Оған қажеттілік керек емес шығар, ішімдік су. Бұл ішімдік суды үнемдеу келешекте құрылысқа, ішімдік жаңа машина жууға,
керек болса унитазға да мысал үшін ағып жатады, таза су жатады. Мұны келешектің енді су кодексінің талаптарына сай техникалық сударынан айланысуымыз керек. Біз екі жақты су беруіміз керек. Ауыз су, техникалық судың мәселесін де шешуіміз керек. Сонда біздің өйткені тек біз су ішіп қалмауымыз, біздің ұрпағымыз бар, балдарымыз бар. Бұл ұрпақтан ұрпаққа аманат ретінде қалдыруымыз керек. Осы мәселемен бәріміз айланысып жатырмыз. Сіздердің еңбектеріңізге рахмет. Тағы бір рет кәсіби мерекелеріңізді құттықтаймыз. Мына коллективтің басшыларының атынан дендеріңіз саулық, жұмыстарыңыз жемісті. Мынау беріп жатқан еңбегімізді заманауи талапқа сай күнделікті халыққа қызмет жасайды. Ана үлкен қылып жазып қою керек. Бай болғым келсе халыққа қызмет жаса дейді. Сол халыққа қызмет жасауымыз керек. Құтты болсын.